Қош келдіңіз 3-ші сабаққа. Менің сабақтарым ұнаса, менің курсыма жазылып, 14 күнде мен сияқты шаш қиюды үйрене аласыз. 3-ші сабақта қайшымен жұмыс жасаймыз? Филировщимен жұмыс жасауды өзімнің курсымда үйретемін. Ең алдымен шашты сулап аламыз. Шаш толықтай сулап болған соң, тарақпен көтеріп, қайшымен қия. Қайшымен толықтай қиып болған соң, шашты қай бағытқа қарай қайырамыз, сол бағытпен кептіреміз. Шашты кептіріп болған соң 3 мм насадканы саламыз. Егер қалыңдау болу керек болса, 6 мм-пен ала беруге де болады. Қапталын алып болған соң, басын шығарып, 3 мм насадканы салып, тарақ ілу үшін тағы көтеріп шығамыз. Енді басын қайтарып, тарақпен плавный переход жасаймыз. Курсымда бұл құралды қалай пайдалануды және сызық салуды үйрететін боламын. 3 сабағымда көргеніңіздей, шаш алу өте оңай. Үстін аламыз, астын аламыз, ортасына переход.
курсымда шаш қиюдың барлық түрін үйрететін боламын. Менің курсыма тіркелгіңіз келсе, сілтемеге өтіңіз.